Сәлем құрметтім, сіздің алдыңызда психолог, сарапшы маман, мен Эльвира Ерғалина, және бұл шынайы эмоциялардан, шынайы оқиғалардан, шынайы кейіпкерлерден тұратын көлеңке жобасы. Менің алдымда тағы да екі адам, екі түрлі тағдыр, екі түрлі запроспен келіп отыр. Және ол запростың артында не жатқанын дәл осы талдаудан білеміз. Сондықтан осы видеоға лайк басып қойып, соңына дейін қараңыз. Құрметті ханымдар, қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сізден бастайық, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің атым Назым, жасым 32-де, 3 баланың анасымын, тұрмыстамын. Алматы қаласының тұрғынымын. Қазір не сезіп отырсыз? Толқыныс сезімі бар. Уайымдап отырып. Бәрі жақсы болады. Терең демалыңыз, және дәл осы жобаға келгеніңізге алғыс білдіремін, екеуіңізге де. Сіздер алып келген мәселелердің артында өзге жандарға, экранның ар жағында отырған жандарға өте көп пайда келері сөзсіз. Өйткені бұған дейінгі түсірілген көлеңкелердің кері байланысында сондай хаттар өте көп. Және көп жан жазады, мен өзімде мынадай мәселе бар екен білмейтін едім, өміріме қатты ықпал ететінін, немесе психологқа не үшін бару керек екен ұқпайтын едім деп жатады. Бұл сіздердің және осыған дейінгі қатысушылардың өте үлкен үлесі. Бүгінгі запросыңыз қандай? Маған махаббат дейтін тақырып өте жақын болды. Сол нақты запросым, махаббат деген ол қалай білуге болады? Қалай білдіруге болады? Яғни сіз өзіңіз білдіргіңіз келеді, Жалпы анықтай да алмаймын. Распознать дейді ғой, мысалға. Менді біздің аналар қалай жақсы көрді. Мен осы жақында сондай бір тренингте болдым. Сонда айтқанда, сізге қалай қарым-қатынас, сізді жақсы көретін қайдан білесіз ата-анаңыздың дегенде, менде перечинде в основном мен ұнататын тамақтарды жасағанда, сосын мақтағанда и там білмеймін, солай бірнеше тізім екен. И мен тура сол тізімдерге сәйкес тұрмысқа шықтым. Жолдасыммен біз ұзақ таныс болмадық, бір 3-4 айдың ішінде бір 20 шақты торт алып келген шығар. Жаңағындай сондай торт. Именно вот, например, жейтін дәмді нәрселер берсе, вот сол мен үшін махаббат. Аллаға шүкір, вообще Құдай мені жақсы көреді екен. Повезло, 3 баланың анасымын. Десе де қазір өзім ана ретінде, даже вот балаларға тура соны жасаймын. Мен махаббатым ол киімдері бүтін, тамақтары бар, солай. Бірақ андай емірен жақсы көріп, құшақтап, солайға енді пісіп жетілген сияқтымын. Соны білгім келеді. Махаббат дегенді қалай білуге болады, қалай көрсетуге болады. Жалпы солай. Назым ханым, сіз өте әдемі сөзді айтып отырсыз. Мен махаббаттың не екенін білмеймін. Бірақ қандай да бір әрекеттерді жасаймын махаббат екен деп, ол емес сияқты. Яғни сіздің ішіңізден сезесіз, Жақсы. Қазір тәніңізде не болып жатыр осының бәрін айтқанда? Прям бетіме дейін ысып, сондай ыстық сезім. Долдап отырсыз, Жақсы. Махаббаттың не екенін білесіз. Ары қарай не болады өміріңізде? Айналамды, өмірімді махаббатпен толтырғым келеді. Не үшін? Себебі эмоцияларымды тірілткім келеді, былай айтқанда. Себебі мен жалпы салқынғанды мамамын, салқынғанды қыз, жаңа барлық сферада солай. То есть біздің үйде 6 бала, мен 5 қыздың үлкенімін. Сен мынаны жуасың, сен мынаны істейсің, сыпыра, солай өткен өмірдің бәрі. Бірақ таңдай құлыншағым, балақайынан істей қойшы дейтін сияқты сондай эмоцияларымды тірілткім келеді. И жолдасыма қатысты да сондай. Прям еркелетіп, или еркелеп, ондай жоқ, прям партнерлар сияқты. Баланы алдым ба, мен тамақ жасадым, анда бара жатырмын, солай. Эмоциялар
былай айтқанда былай бір қалыпты. Ал енді мен өзім дәрігер болғаннан кейін медицинада түзу болса это про смерть. Я хочу жить. Өмір сүргім келеді, сол үшін эмоцияларды сезінгім келеді, именно соның ішінде махаббатты сезінгім келеді. Жақсы. Қазір тәніңізде не болып жатыр? Қазір тәнімде солай қобалжу, кішкене не түсті. Уже ананы айтып болғаннан кейін уже легче стало. Жерге қондыңыз. Жерге қондым. Жақсы. Махаббатты білесіз, білгеннен кейін, қазір осы көлеңкеден шыққаннан кейін бәлкім, оны өміріңізде қаласаңыз да, қаламасаңыз да еріксіз қолдануыңыз мүмкін. Өйткені сіз есікті ашасыз ғой. Онда осы уақытқа дейінгі махаббатсыз құрастырылған тіршілігіңіз қирауы мүмкін. Оған дайынсыз ба? Иә. Оның осыған дейінгі жасап жатқан барлық әрекеттерім оқуға түсу деген сияқты. Барлығында есеп. Прям вот холодный расчет. Даже жолдасыммен танысқан өзінде, так, бой ұзын, группа крови 4, көз үлкен, солай, прям, знаете, даже настолько прям бәрінде не бар, ақылмен, эмоциялар, вот солар аздау, поэтому оны түсініп тұрмын. Қалай ойлайсыз, осы уақытқа дейін кім үшін өмір сүріп келдіңіз? Өзге үшін. Өзге адам кім? Кім бұл? Барлығы бауырларыма үлгі болу үшін, ата-анама жақсы болу үшін, университетте 7 жыл бойы староста болдым ғой. Жақсы көріну үшін, осы бір марканы ұстап қалу үшін. Оны сізге кім айтқан еді? Кім айтқан? Мамам сондай. Мамам да тура солай, үйдің үлкені. Жаңағыдай өзіне ұнамайтын заттар болса да, где-то эмоцияны көрсетуге қарағанда ақылмен шешім қабылдау керек деген ұстанымдағы жан. Мен соны сол кісілерден көрдім. Не үшін мына бағдарламаға келдім? Әкемде қазір рак гортани. Себебі тоже сезім білдірмейді. Салқынғанды, бір қалыпты. Екеуі де солай. Екеуі де сол совет заманының ешқашан бір-біріне жақсы көрем деп солай айтып өспеген, жаңағында жалпы орталық сондай семья. И өкінішке орай енді өзім дәрігер болғаннан кейін рак прям 3 степени. Мен білмеймін, аяғы немен аяқталады. Қазір больницада. Мен соншалықты маңызды екенін түсінемін де, сол сөздердің айту керектігін. Потому что 6 бала шулаймыз да, мысалға, сонда даже айтпайды, ауыздарын жабыңдар, там білмеймін, шуламаңдар, или жақсы көрем деп солай өмір енді дәл қазіргі таңда полностью жаңағы гортанин алып, қалқан шебезін алып, трубкамен тамақ жейді. То есть ол уже өмірдің соңына дейін сөйлей алмайды. Сезімдерін білдіре алмайды. Білдіргісі келсе де уже все. Қазіргі мәселе өмір үшін ғана күрес қана. Я не хочу так. Мен түсіндім, что содан бастау алады, өйткені менде всегда на жерде не тұрады бір комок. И мен дәрігерлік жағын ғана қоса берем ғой, қайта қалқанша безімді тексерем. На самом деле ол жерде тұрған мен бір айтқым келетін бір нелер, бір сезімдер, жақсы көрем деп айтайын десем де жаңағы балаларым құтырып кететін сияқты да, бір-екі рет айтып та көрдім солай. Уже еркелеп солай. Сөзіңізді бөлейінші, құтырып кетсе не болады? Неден шығып кетеді, шамам келмей қалады. Контрольдан шығып кетеді. Мен үшін прям мен өмірімнің басым бөлігі контроль. Енді солай өмірде солай қалыптасты, үйдің үлкені болдым, менің сөзім жаңа тыңдау керек болды, оған еркелеп жұмсақтық танытайын десем, бір сөзім өтпейтін сияқты. Сондай модель. Жақсы. Назым ханым, бірге өтіп көрейік, иә? Қазір мен айтқан сөздерді қайталасаңыз, сосын сізде қандай реакция болып жатыр, жалпы тәніңізде қандай қозғалыс болып жатыр, соған назар аударсаңыз. Жақсы. Айтыңызшы, мен осы уақытқа дейін тірі қалу үшін жанталасып жүрмін. Мұны мойындаймын. Тірі қалу үшін билікке ұмтылам. Менің ата тегімде биліктің кесірінен, биліктің ықпалымен
өлген адамдар бар, өлген адамдар бар, өлтірілген адамдар бар. өлтірілген адамдар бар. Егер билік менде болмаса, Егер билік менде болмаса, мен де өліп қалам деп қорқам. мен де өліп қалам деп қорқам. Менің өмірімнің мәні Менің өмірімнің мәні билік. билік. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Не болып жатыр таңызда? Менің өмірімде бұл сөз прям сондай ключевой. Даже жұмыс таңдаған кезде де, мамандығымда солай. Жаңағы билік менің қолымда болу керек та. Үйде де солай, тұрмыста да. Жақсы. Айтыңызшы, мен ең бірінші өлімді басқарғым келеді. Өлімді басқарғым келеді. Сол арқылы Дәрігер болдым. Енді менің өзімнің өлімім, әкемнің өлімі жақындап келе жатқан сияқты. Мен оны басқара алмай жатырмын. Мен үшін махаббат, билік. Назым ханым, сіз бұл жерге әкеңізге деген махаббатты жеткізгіңіз келіп, камера алдында отырған сияқты сезім болып жатыр менде. Ол да мүмкін. Жалпы айтып тұрмын ғой, даже достарға да солай, бәріне солай. Енді әкемен бәрі байланысты шығар, білмеймін. Даже достармен де олай жақсы көріп қарым-қатынас құра алмаймын. Бәрі солай бір немен. Мен оларды жақсы көремін, солай жаңағыдай дос болуға ұмтылып жүрмін деп те айта алмаймын. Балалармен де солай, жолдасымен де солай, енді білмеймін. Камераны таңдасаңыз болады, айтып көрейік. Әкеңіз аман болсын. Және осы видеоны көреді деген ниеттеміз. Әкеңізге не айтқыңыз келеді? Сен тірі болғаныңды қалаймын. Енді қанша жыл бізді өсіріп, дәрігерлікке оқытып, өзімнің еш шарасыздығымды сезінгеннен сондай прям өте қиналам. Енді Алладан тілеймін, себебі барлығын реттеп отыратын бір Алла. Бірақ та өзімде іште сондай бір не бар, чувство вины. Айтыңызшы, әке дейсіз ба, папа дейсіз ба? Папа деймін. Папа. Анам екеуіңіз маған махаббатты көп бердіңіздер. Менің түсінігімде махаббат ол билік. Махаббат ол контроль. Анам екеуіңіз менің өміріме, біліміме барлық салада контроль жүргіздіңіздер. Билік жүргіздіңіздер. Сіздердің айтқанды орындадым. Сіздерден махаббатты көп сездім. Ал қазір мен сізге махаббат бере алмай жатқан сияқтымын. Менің қолымнан билік келмей жатыр. Мен сіздің диагнозыңызды билей алмай жатырмын. Басқара алмай жатырмын. Әке, сізге қалай махаббатымды жеткізерімді білмеймін. Басқа жолын білмеймін. Қазір не болып жатыр сізде? Прям чувство вины сильное андай. Себебі мен қазір ауруханада медицина саласында істеймін, бірақ больше фармацевтикаға кеттім де. Қазір айтам, мен если врач болып мына жақта отырсам, мен ертерек нететін едім, диагностика жасап, потому что ол оған ақырындап келді ғой. 2 жыл дауыс шықпай жүрді. Ішімде прям сондай чувство вины. Оны қалай сезіп жатырсыз тәніңізден қазір? Прям мына жерде. Жақсы.
Айтыңызшы, менің өмірімде, бәлкім менің ата тегімде Құдай мен өлімнің рөлі бір болып кеткен. Құдай мен өлімнің рөлі бір болып кеткен. Мен Құдайдан бұрын өлімнен қатты қорқам. Мен мұны мойындаймын. Және өлімге ешқандай әмір жүргізе алмайтын сияқтымын. Бірақ өліммен күрескім келеді. Не болып жатыр қазір сізде? Бір смирение сияқты. Іште, өте невозможно деген сияқты. Өйткені мың қанша жерден дәрігер болсам да, даже если мына жақта істесем де, менен байланысты емес қой деген сияқты бір. Айтыңызшы, осы уақытқа дейін Құдайды өлімнен ажыратып көре алмадым. Екеуі екі бөлек екен. Менің әкем өмірден өтсе де, жазылып кетсе де, Құдайдың бұйырғаны болады. Мен өлімді басқару арқылы, ауруды басқару арқылы әкемді құтқара алмаймын. Өйткені мен де Құдай емеспін. Өлім де Құдай емес. Айтыңыз, папа. Мен махаббатты біреуді немесе бір нәрсені басқару деп ойлап келдім. Мен сіздің ауруды басқара алмаймын. Өлімді басқара алмаймын. Бірақ бұл сізге деген махаббатымның мүлде жоқ екенін білдірмейді. Құдай сізге қандай тағдыр берді? Мен оған мойынсынамын. Мен Құдайға қарсы шыға алмаймын. Бірақ сізді жақсы көремін. Сізге деген махаббатым шексіз. Не болып жатыр? Ақырындап жіберді мойнында. Бұл өмірде байқасаңыз, сіз махаббат ол тамақ беру, махаббат ол киімін беру, қандай да бір заттарын алып беру, ана жаққа алып бару, мына жаққа алып келу, бір нәрсесіне көмектесу деп айттыңыз, бір нәрсені жасап беру. Бұның барлығын бір сөзбен алатын болсақ, махаббат тек билік және контрольда ұстау. Ол махаббат емес. Ол керісінше өзгенің таңдау еркіне ие болуға тырысу. Сен менің айтқаныммен жүресің, сен менің дегеніммен жүресің. Мен солай қалаймын деп. Әдетте бұл қоғамда кеңінен тараған махаббатты билікпен шатастыратындар көбіне. Мен жақсы көретін адамымды осылай болғаны үшін жақсы көргендіктен қызғанып жатырмын, жақсы көргендіктен мен жақсы болсын деп айтып жатырмын дейді да, оны ұрады. Үйде көп ұрыс-керіс шығады, отбасылық зорлық-зомбылық болады, тіпті бірін-бірін өлтіріп жатқан адамдар бар, жанұяда бір-біріне махаббатты солай билікке ие болу арқылы жеткізгісі келеді. Ал бірақ ол махаббат емес. Махаббат бұл екі адамның бір-біріне еркіндік беруі, ол бөлек кетіп қалу емес, білгенін жасай салу емес, бір-біріне еркіндік беру арқылы бірге болуы. Бәлкім бір кездері жол ажырауы мүмкін. Тәтті естеліктер қалады. Әдемі сәттер қалады есінде адамның. Мен өз махаббатыммен айналамдағы адамдарды андай ауру болатын сақтым. Балаларым да солай. Андай
гиперопека ма сол, или наоборот, білмеймін, сыртқа наоборот көрінуі мүмкін, мен салқынқанды мама сияқты, потому что үнемі жұмыста 1 жас 3 айында садикке беремін, солай да, бірақ та наоборот гиперопека жасаймын. Қазір ұлымда НРС, хотя білеймін ғой бәрін, бірақ сонда да солай. Назым ханым, сіздің өміріңізде кеңістігіңізде Құдай пайда болса, бұл ауызбен айту ғана емес, қандай да бір ритуалдарды жасау ғана емес. Сіздің өміріңізде Құдай пайда болса, онда жаныңыздағы адамға сіз еркіндік бере аласыз. Маңызды емес, ол сіздің ұлыңыз, күйеуіңіз, әкеңіз, досыңыз бәрі болуы мүмкін. Кез келген адам, әріптесіңіз болуы мүмкін, жасайтын ісіңіз болуы мүмкін. Сіз қаншалықты оған еркіндік бере аласыз. Мысалы, сіз жаңағы өзіңіз айтқан оқиғада мен әкемнің диагнозын қабылдай алмай жатырмын, мен оны қалай да құтқарғым келеді деп жатсыз, иә? Ал біз білмейміз, бәлкім ол адамның жанының таңдауы болуы мүмкін. Жалпы айтады ғой, бұл адам бұл өмірге келмей тұрып, туылмай тұрып тағдырына таңдау жасайды деп. Бәлкім ол сіздің әкеңіздің осы жүріп өткен жолында сол опыт керек болған шығар. Білмейміз, иә? Немесе Құдайдың жазған тағдыры сол болуы мүмкін, білмейміз. Бұл жерде мәселе оған еркіндік беру, бірақ қазір ол кісі тірі ма? Мүмкіндігінше махаббатыңызды айту. Айтыңызшы. Мен өзгеге махаббат бере алмай жатырмын деп, өзімді қинап жүрмін. Мен ең бірінші өзіме махаббат бере алмай жатырмын. Мен мұны мойындаймын. Өзге адамдарға жасаған әрекетім, пісірген тамағым, көмегім, көп іс әрекет, өзге адамнан махаббат алу үшін. Мен мұны мойындаймын. Махаббатты танымаймын. Танымағандықтан. Олардың сөзін естімеймін. Ісін көрмеймін. Сезімін сезінбеймін. Және өз ойымда құрап алған махаббатты беріп жатырмын деп ойлаймын. Менің өзіме махаббат жетпейді екен. Біз ешқашан бос ыдыстан бір нәрсені құйып бере алмаймыз, білесіз, иә? Бос тұрған құтыдан су құйып бере алмаймыз. Су бірінші құтының ішінде болу керек. Иә, сол прям действительно солай. Өзім машина алғым келсе, соны күйеуіме айта беремін де, ақыр алғызам. Давай, там, жаңасын алайық, осындай, французский, там, пуштар, солай. Ал негізі ол өзімнің қалауым да. Ертең Назым біраз уақыттан соң, Назым осы видеоның шыққанын көреді. Яғни өзіңіз. Ол кездегі Назым басқаша болады. Бір нәрсе өзгереді, әйтеуір уақыт өткен сайын, бір сағаттан кейін де бір ойымыз өзгеруі мүмкін. Дәл осы қалпыңызбен Назымға не айтар едіңіз? Өзің ресурстарыңды бағала деп айтар едім. Барлық қолыңда бар нәрсені, біліміңді, уақытыңды, ақшаңды, кеңестеріңді өзіңе қолдан деп айтар едім. Айтыңызшы, Назым. Енді өзгеден махаббат сұраудың қажеті жоқ. Ол үшін өте көп жұмыс атқарудың қажеті жоқ. Бұл әрекетің, бұл тәсілің балалықта қалды. Үй жинасаң, үздік оқысаң, тағысындағы көп шаруаны атқарсаң ғана, әкең мен анаң жақсы көреді деп ойладың. Дәл осы балалықтағы әрекетті әлі жалғастырып жүрсің. Біреуге бір нәрсені атқарып берем, одан кейін ғана махаббат береді деп. Бұл әрекетіңді балалықта қалдыруға кеңес берем.
орны толмаған ата-ананың орнын Орны толмаған ата-ананың орнын өзің толтыра аласың. өзің толтыра аласың. Армандарыңа, Армандарыңа, мақсаттарыңа, қалауларыңа бірінші өзің назар аударып, өзіңе өзің ата-ана болуға кеңес беремін. Сонда сендегі үңірейген махаббаттың орны толады. Сізге мынадай кеңесім бар, әрине, қаласаңыз. Өзіңіз айттыңыз ғой, мен өзге адамдарға қандай да бір істі атқарып беремін деп. Соны бірінші өзіңізге жасаңыз. Прям күшті қылып тамақ жасаңыз өзіңізге. Итальянский, неше түрлі бар ғой. Әдемі сервировкасымен. Сосын тамақ жеңіз. Ешкім болмай қойсын жаныңызда. Өзіңізді ең құтты қонақ қылып күтіңіз. Өзіңіз үшін бояныңыз, ешқайда шықпасаңыз да. Өзіңіз үшін әдемі киімдер, әдемі іш киімдер, көбіне әйел балалары сөйтеді ғой, сыртқы киімдерін бәрі керемет, іш киімдері онша емес, тіпті жыртық болуы мүмкін, ой, кім көреді деген сияқты. Яғни өзгеге жасаған әрекеттеріңіздің барлығының тізімін жасап алып, соны өзіңізге жасап бастаңыз. Не болады екен, сонда көресіз. Үлкен рахмет. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Иә. Қуаныштымын. Қорытындыласақ, сіз бұл жерге мен әкеме махаббат беріп үлгере алмай жатырмын деп ойладыңыз. Махаббат оны тірі ұстап қалу емес. Махаббат оған еркіндік беру. Не болса да, қалай болса да, және махаббат сезімдеріңізді сөзбен айту. Әке, мені өсіргеніңіз үшін, менің бойымдағы тектілік үшін рахмет деген бір ауыз сөзіңіздің өзі, оны бері қарай қайтару мүмкін өмірге. Дер кезінде айтып қалу, ертең өкінбес үшін. Мен сізді жақсы көремін, кешірім сұрағыңыз келетін шығар, бәлкім қандай да бір еркеліктер үшін, немесе барып еркелегіңіз келетін шығар. Бұл махаббат. Сіз өз аузыңызбен айтыңыз, сөзбен, эмоциямен жеткізе алмаймын деп. Барып үнсіз құшақтаудың өзі махаббат. Бастысы оны құтқармау. Оның өміріне құдай болуға тырыспау. Папа, сен өлмеу керексің, мен үшін дейтін болсаңыз, онда сіз өзіңізді Құдайдың орнына қоюыңыз мүмкін. Бос сөз деп ойлаймын да, мысалы, құр сөзді айтуға рұқсат етіңіз. Соны іштей өзіме, сондай адамдарды да просто қалай жақсы көремін деп айта береді деп солай. Құр сөзді айтып көріңіз және адамдардың реакциясына назар аударыңыз. Мәселе сіздің сөзіңізде емес. Мәселе оны естіген адамның қандай әсер алатынында. Алдау емес, арбау емес, шынайы сөз үнемі тірі болады. Рахмет. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Есімім Айзада, 28 жастамын. Жалпы немен айналысасыз? Тігінмен айналысам. Тігін, дизайн. Бізде Айзада ханым Астана қаласынан келіп отыр. Арнайы көлеңке үшін келгеніңізге рахмет. Қандай запроспен келдіңіз? Запросты былай ойланып қарап тұрсам, менде жалпы махаббат па әлде өмірдің мәні ма деп қарап тұрсам, негізі бәрібірде өмірдің мәні, менің өмірімнің мәні не деген сұрақ басым болатын сияқты. Өйткені менде 2021 жылы жолдасымнан айырылдым. Жолдасым қайтыс болды. 22-де әкем қайтыс болды. Мысалы, Назым ханыммен кішкене де бар да, ол кісіде уже бар, ал менде екеуде уже жоғалтқам. Қазір қызым бар, Аллаға шүкір. Өзім қалаған, өзім прям аңсаған қызым бар. И дальше что? Ары қарай не деген сияқты сұрақта мен не істеп жүрмін, мен не жасап жүрмін деген сияқты. Өйткені
материнское чувство вины болады ғой барлығында өзімде. Ана ретінде мен иногда өзімді кінәлаймын, өйткені қызым қазір жанымда емес. Анамның жанында, ауылда анам қарайды, ал мен қалада жұмыс жасаймын. Ең өкініштісі, қызым мысалы постоянно енді жолдасым кеткеннен кейін мен енді постоянно жұмыста азаннан таңертеңнен кешке дейін жұмыстамын, қызыма уақыт қатты көп бөле бермеймін. Тырысам уақыт бөлуге, қарап тұрсаң уақыт өтіп жатыр, уже қызым 3-ке келді. 3-те қазір. Ал мен осы 3 жылда не бере алдым деген сияқты кішкене иногда өзіңді жеу болады. Алла қаласа қасыма алам деп отырмын, осы 2024 жылы Құдай қаласа. Но бірақ и дальше что? Дальше не істеймін деген сияқты. Білмеймін, енді мен өмірімнің мәнін дұрыс түсінбей жүрмін, немесе өмірімнің мәнін дұрыс көрмей жүрген сияқтымын, білмей жүрген сияқтымын. Жалпы қалай болғанын қалайсыз өміріңіздің? Нені армандайсыз? Қызымның жанымда болғанын қалаймын. Жақсы, жаныңызда болады сосын. Оның мысалы балабақшаға барады, балабақшаға апару, алып келу, немесе ол жақта не болды? Жақсы, оның барлығы болады. Сіз қалаған нәрсе ол болады. Сосын не? Сосын ары қарай білмеймін. Қызымды мүмкін үйрету шығар деп ойлаймын. Енді мендегі қазір миссия қызымды енді өмірге соққы беруге, енді қалай айтсам болады, енді мендегі жағдайлар енді оңай жағдайлар болған жоқ қой. Сон сияқты может быть қызымның да алдында сондай жағдайлар келіп қалуы мүмкін, ал мен оған көмектесуім керек деген сияқты, или мен оған какой-то бір опора болуым керек деген сияқты, может сондай миссия шығар ойымда. Жақсы. Әдеттегідей бұл көлеңкеде үнемі болатын жағдай, алдыма отырған екі жан бір-біріне өте қатты ұқсайтын болып шығады. Тағдырымен, алып келген запросымен, өміріндегі оқиғалармен. Екеуіңізге де келгендеріңізге алғыс айтқым келеді. Екеуіңізге де ортақ бір нәрсені байқап отырмын. Өмірдің мәні өзге адамдар болып кеткен. Өзге адамда? Мүмкін қызымда деп ойлайтын шығармын. Қызым жанымда болса, мүмкін бірдеңе пайда болатын шығар, бір жарық пайда болатын шығар деген сияқты. Енді қызыма максимум внимание бере алмай жатырмын ғой мен, мысалы, ол постоянно ауылда қалай болады екен, өмірі қалай болады екен деген уайым бәрібір бар да, басым. Кетіп бара жатқан кезде де ауылда бір жыл тұрдым, бірақ онда да қасымда болды, но сонда да мен таңертеңнен кешке дейін тоже жұмыстамын, ауылда қасымда болса да бәрібір де уақыт бере алмай жатырмын. Даже мысалы қалаға келген күннің өзінде де мен бәрібір де жұмыстамын. Азаннан кешке дейін жұмыстамын. Қызыңыз қаншада? 3-те қазір. Айзада ханым, мен өз оқиғаммен бөліскім келіп жатыр. Мен қызым бірге толмай тұрып, мен ажырасып кеттім. Және қызыммен аз ғана уақыт бірге болдым да, бірнеше ай ғана. 4-ші курсты аяқтап дипломды алу керек болды да, мен Алматыға кеттім. Қызым ата-анамның жанында қалды. Және менің қызыммен егіз сияқты арасы бірнеше ай өзімнің туған анамда босанған, сол кезде сіңілім бар. Сол екеуі бірге өсіп жатты. Әлі де екеуі бірге. Қызым менің 15-те. Ендігі жылы 11-ші сыныпты оқиды. Биыл 10 оқып жатыр. Ата-анам өсіріп жатыр. Сіздің сезімдер маған өте таныс. Менде болатын басында өзімді кінәлау, өзімді іштей жеу, мен жаманмын, неше түрлі нәрсені ойлау. Ал керісінше осы бойды жіберген кезде менің қызыммен ара қатынасым нығайды. Ол қасында болу шарт емес. Қасында болып жүріп, керісінше өте көп психологиялық травма беруі мүмкін. Қасында болып жүріп, керісінше өте көп салқындықты сезуі мүмкін. Мәселе қасында болу емес. Мәселе сізде болып тұр. Қазір не сезініп жатсыз? Қазір кішкене ситуацияны жіберген сияқтымын, но тоже сіздікімен бірдей да. Менде мысалы ағамның ұлы бар.
тоже аралар 3 ай. Қызыммен екеуі бір-бірімен бірге ойнайды, бір-бірімен енді тете ғой, енді бір ұрсады, бір-бірін іздейді. Екеуі енді жақсы өсіп жатыр да. Бір жағынан бүгін ойладым да, мысалы, егер мен қызымды алып кететін болсам, мысалы, енді анам қарасып жатыр уже, анама да папам кеткеннен кейін кішкене қарайтын адам сияқты болып қалды да, ол да кішкене көмекші ретінде, может, жанында жүретін адам да керек шығар деп, может, мамам да жалғызсырап қалатын шығар деп ойлаймын да, мысалы, егер мен ертең қызымды алып кететіндей болсам. Жақсы, Айзада ханым. Мына сөздерді айтып көріңізші. Менің өмірімнің мәні өзгелер үшін идеал адам болу. Мен мұны мойындаймын. Мен қызыма ана болудан бұрын өзім идеал ана болуды ойлап тұрмын. Мені қызымның тағдырынан бұрын, қызымның жай күйінен бұрын, өзімнің идеал болмай қалғаным қатты алаңдатады. Мен мұны мойындаймын. Не болып жатыр сізде? Бар ондай нәрсе. Всегда и во всем прям идеальный болуға тырысам. Как перфекционист дейді ғой, сол сияқтымын. Өйткені мүмкін енді кішкентайымнан ата-анамыздың енді маған қатты үміт артқанынан шығар деп ойлаймын. Айтыңызшы, мен өзге адамдардың көзімен, өзге адамдардың сөзімен, өзге адамдардың пікірімен ғана өзімді көрем. Мен тікелей өзімді көре алмаймын. Менің өмірімнің мәні өзге адамдар арқылы өзімді көрем. Мен мұны мойындаймын. Расында мен өзімді енді танып келе жатқан сияқтымын негізі. Идеал болуға ұмтылатын адамдар, үнемі бәріне ұнағысы келетін адамдар өзін мүлде көрмейді. Айнаға қарап көру, болмаса камераға қарап көру емес, суреттен көру емес, өзін мүлде сезе алмайды. Бос орын сияқты. Өзін тек өзгелердің сөзімен, пікірімен, бағасымен, лайкымен, статистикамен, түрлі нәрсемен толтырады. Сіздің запросыңызда мен қызыма жақсы ана бола алмай жатырмын дегенде, сіз өзгелер мені дұрыс емес анасың деп айтып қоятын болды. Мүмкін. Өзгелер менен теріс айналып кететін болды деген қорқынышыңыз көбірек сияқты сезілді маған. Назым ханымда да мен дұрыс перзент бола алмай жатырмын, мен идеал перзент бола алмай жатырмын деген запрос болса, сізде мен идеал ана бола алмай жатырмын деген. Қазір не болып жатыр таңыңызда? Түсініксіз. Шын айтсам түсініксіз. Айтыңыз. Әңгіменің бәрі может өзімде шығар шынымен де. Айтыңыз. Мен өзімді өзім көрмейтінімді, өзімді сезінбейтінімді бүгін түсіндім. Мен тірімін. Мен бармын. Мен адаммын. Менің тағдырым бар. Менің оқиғам бар. Мен тірі болғандықтан маған қателесуге рұқсат бар. Ол рұқсатты Құдай берген. Мен қызым үшін идеал ана болмауым мүмкін. Жалпы идеал адам болмауым мүмкін. Бірақ мен өз өмір жолымда алу керек сабақты алып, өту керек жолдардан өтіп жатырмын. Қызымның өмір жолында сондай тағдыр берілген шығар. Ол да алу керек сабақты алады. Бірақ мұның бәрі қызыма деген махаббаттың жоқ екенін білдірмейді. Мен қызымды қатты жақсы көрем. Және Құдайдың тағдырына мойынсынамын.
мен жалпы қатты қорқамын да. Ертең Қасыңызда болу болмау бұл махаббат емес. ертең өсиет мысалы іздеуі мүмкін, әкем қайда деуі мүмкін. Мен мысалы өзім кішкентайымнан енді әкемен өстім ғой, мен білем, ол кішкентайынан әкесіз өсті, білмейді да, мен оған қандай жауап қатарымды да білмеймін иногда. Ол енді ертең өсе келе уже өсіп жатыр, мысалы жан жағына қарап жатыр, көріп жатыр. Сол ағамның ұлы, ол папа деп шақырады, жүгіріп еркелейді, ол да ерік барып папа деп айтады, но бірақ өсе келе уже сұрайды ғой, мысалы менің әкем қайда деген сияқты. Мен қалай жауап берерімді де білмейтін сияқтымын да. Сіз осы бастан ақырындап кішкентай ғой, ештеңе түсінбейді демей, ақырындап сөйлессеңіз болады. Мысалы мен қызыммен кішкентай кезінен әлі дұрыс ес білмейді ау деген кезіммен, ол кезде интуитивно сөйлескен екем, ақырын айтып бастағам. Екі адам екі жаққа кетеді. Бірақ еркек фигураның қасында өсу керек деп, менің әкемнің жанында өсіп жатыр. Менің жолымды қайтала, менікі дұрыс дегенді айтып жатқан жоқпын сізге, мен өз тәжірибеммен бөлісіп жатырмын. Ал бірақ қызым екеуміздің арамызда ашық сөйлесу, түсіндіру, неге екі жаққа кетті, оның әкесін жамандау емес. Мен өз тарапымнан осындай шешім қабылдағанды түсіндіріп айтқанда, бала түсінеді. Ол сіз түсінбейді деп ойлайтын, және сіз өзіңіздегі болмен кездескіңіз келмей тұрған сияқты. Мүмкін, бірақ мен ауылға барған кезде, мысалы қызыммен сөйлесем, көзіне қарап, мысалы сағындың ба, или алып кетейін ба, саған біреу тиісті ма деймін, көзінен оқимын бәрін. Ол маған айтпайды, но бірақ көзінен бәрін оқып тұрам. Прям енді ана жүрегі шынымен де сезеді дейді ғой, жалпы сезіп тұрам бәрін. Не айтқысы келгенін, не дегенін. Иногда қасыма алып келіп отыршы, кет сөйлесейікші десең, уже түсінесің көзінен бәрін. Жалпы түсінен білетін сияқтымын. Ол сізбен тығыз байланыста қазір 7-8-ге келгенше бәрібір алыста болсаңыздар да, мен сізді сынап міне алмаймын, неге қасыңа алмадың, енді түрлі пікір жазуы мүмкін. Еркендер қасында өсу керек, ертең бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді деген сияқты. Бірақ біздің еркімізден жоғары бір нәрсе бар, Құдайдың тағдыры деген. Біз қанша қалағанмен, әр адам, әр жан өту керек жолдан өтеді. Соған мойынсынамыз, және мүмкіндігінше тығыз байланысты ұстауға тырысамыз, сезімдермен, сөзбен. Егер сіз өзіңізді кінәлап, мен сені құтқармадым, мен сенің әкеңді құтқара алмадым, мен саған бүтін отбасы бере алмадым дейтін болсаңыз, ол балаға керісінше кері әсерін береді. Өзіңізді кінәлай беру. Оны сіз өлтірген жоқсыз. Оның тағдыры солай болды, сіздің тағдыр солай болды, баланың тағдыры солай болды. Бұл жерде өткенді қайтара алмаймыз ба? Ары қарай не істей аламыз? Жақсы, сіз қасыңызға ала алмайсыз ба? Не істей аласыз? Бәлкім күнде бір уақытта хабарласып тұратын шығарсыз, бәлкім жиірек баратын шығарсыз, бәлкім сөйлесетін шығарсыз, бәлкім қасыңызға алып келетіндей жағдай туындайтын шығар. Білмейміз, бастысы сөйлесу. Ертең балаңыз өседі. Өскен кезде көп нәрсені түсіндіре аласыз. Бірақ сіз қазір адам не үшін кінәлі сезінеді? Мен идеал болмадым. Мен сендер сұрағанды бере алмадым. Яғни өзіңіздің тағдырыңызға мойынсұнбау бұл жерде. Мен күйеуімді құтқарып қала алмадым, ананы құтқара алмадым, әкені құтқара алмадым, ананы бәріне жетпедім деп. Біз адамбыз. Құдай ғана мінсіз. Құдай ғана қателеспейді. Ал адамда қателесу, құлау, қайта тұру болады. Бәлкім ертең тұрмысқа шығып, әкесіндей қамқор бола алатын жанды кезіктіретін шығарсыз. Запросыңызға қайтадан оралсақ. Өмірімнің мәні не? Не деп ойлайсыз осы жауаптардан кейін? Осы жауаптардан кейін өмірдің мәні жалпы өзімде, қателессем де, қандай болсам да, жалпы өзіңді қалай барсың, солай қабылдай білуде. Айтыңызшы, осы уақытқа дейін? Осы уақытқа дейін Менің өмірімнің мәні Құдаймен бәсекелесу болып кетті. Құдаймен бәсекелесу болып кетті. Мен Құдай сияқты құдіреттімін деп ойладым. Көп адамды құтқара алам деп ойладым. Көп нәрсені өзгерте алам деп ойладым. Құдай сияқты құдіретті болмағаныма Өзімді бүгіннен бастап
өзіме құдай болуға емес, өзіме құдай болуға емес, өмір сүруге рұқсат етемін. өмір сүруге рұқсат етемін. Менің өмірімнің мәні Менің өмірімнің мәні өмір сүру. өмір сүру. Құдайға мойынсұнған адам Құдайға мойынсұнған адам, құдай болуға тырыспаған адам Құдай болуға тырыспаған адам өмір сүреді. өмір сүреді. Назым ханымға айтқан сөзді сізге де айтқым келеді. Бос ыдыстан ештеңе құйып бере алмайсың. Егер балаңызға аналық махаббатты бергіңіз келсе, бірінші өзіңізді толтыру керек болады. Махаббатпен. Өйткені сіз өте көп нәрсені жоғалттыңыз. Жарыңызды, онымен бірге бүкіл армандарыңыз қирады болашақтағы. Өте көп қайғыру кезеңінен өттіңіз. Қолыңыздан келгенше ол сәттен өттіңіз мүмкіндігінше. Одан кейін әкем дедіңіз. Және ендігісі балаңызда өзіңізден алыста. Сіз өте көп нәрсені жоғалттыңыз. Жоқ. Олар сіздің қасыңыздан кетіп қалған жоқ. Сіз жаман болғаннан, сіз кінәлі болғаннан. Бәлкім олар сізге Айзада, сен өзіңе қара. Бірінші өзіңді көрші деп айтқысы келетін шығар. Егер оларға тіл бітсе, қазір мысалы, бәлкім бұл жердегі алу керек сабағыңыз бірінші өзіңізді махаббатпен толтыру. Осы уақытқа дейінгі өткерген көп сәттерді мойындау, шаршағаныңызды мойындау, демалу, идеал болмауға рұқсат беру, ешкімді құтқармауға. Мейлі, дүниедегі ең жаман ана мен болайыншы. Мен бірақ бәрі бір қысымды жақсы көрем, қандай болса да деп, өзіңізге кішкене демалуға рұқсат беру. Өзіңізді махаббатпен толтыру бірінші. Бұл жерде өмірдің мәні және махаббат деген тақырыптың екеуінде шарпып өттік. Байқасаңыздар, өмірдің мәні өзге адамдар болған жан өмір сүрмейді негізі, арпалыстың ішінде болады. Мен өзге адамға ұнауым керек, өзге адамды құтқаруым керек, өзге адамды жеткізуім керек, өзгелер. Ондай аналар бар, әкелер бар, балаларым деп өмір сүрдім дейді да, өзінде дым жоқ, өзі бос болады. Біраз уақыттан соң бала қайтар, сен өз өміріңді сүрме, менің арман мақсатымды орында. Сен мен айтқан ережемен жүр, өткен мен саған кредит берген кезінде, махаббатты берген мен өзімді құрбан етіп. Маған қайтар енді дейді да, отбасылық кикілжің көп болады. Келін мен баланың ортасына түсу, оларды ажырастыру, немесе баланы жібермей ұстап отыру, өзінің қалауын жасатпау, ол ішімдікке кетіп қалады, құмар ойынға кетіп қалады, драманың бәрі солай болады. Мен сен үшін өмір сүргем, енді сен мен үшін өмір сүру керексің, өз өміріңді емес деп. Махаббат бұл қасыңдағы адамға, күйеуің болсын, әкең, балаң, бауырың, досың болсын, өз өмірін сүруге, өз таңдауын жасауға рұқсат беру. Ол бөлек кетіп қалу емес, және соған қарамастан үнемі сезімдеріңді сөзбен айту, тәндік байланыспен айту, құшақтау, сүю, сыйлық болса сыйлық, немесе жай ғана бірге уақыт өткізу, шынайы сөйлесу арқылы, бір-бірін кінәламай, бір-бірін басқармай. Өмірдің мәні адам үшін өз өмірі болады. Өз өмірі. Біреуге ұнау, бір нәрсеге жету, жұртты мойындату, біреуді құтқару деген сәтте адам уже ұтылады. Өзінің өмірінің мәнін жоғалтады. Ал Құдай әр адамға жеке-жеке тағдырды бөліп берген, жүретін жеке-жеке жолды бөліп берген. Біз сол жолға ие болуымыз керек, сол тағдырға ие болуымыз керек деп ойлаймын. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Запросымның жауабы жалпы өзіңді идеал санамау деп ойлаймын. Өйткені мысалы ол мен өзімнен де сезіледі да, қайда жүрсем де, не істесем де идеал болуға тырысамын, не жазсам да прям бәрі дұрыс болу керек, идеально күшті болу керек, даже бір жасағаннан болып кету керек деген сияқты. Иногда бір жасағаннан қолымнан шықпай ма, ол уже менікі емес деген сияқты көрінеді, либо уже мен қызық емес болып қалып қоятын сияқты да. Кім тастап кетеді деп ойлайсыз, идеал болмасаңыз? Идеал болмасам ба? Мама, папа? Тастап кететіннен бұрын
енді жолдасымды да жоғалтып тұрмын. Енді мүмкін анамды жоғалтқым келмейтін шығар, или білмедім, бір тастап кетеді деген емес, может быть, идеал болмасам ешкім қарамай қояды деген ой шығар, білмедім. Бәлкім солай шығар. Бірақ сізге қарады ғой. Күйеуіңіз қарады. Қызыңыз сізге бұрылып, сіздің құрсаққа келді. Қазір не сезіп отырсыз? Қазір білмедім. Айтыңызшы, мен өзгені өзіме қаратамын деп. Өзге мені таңдасын деп. Өзгелер мені мақтасын деп. Өзгелер мені идеал көрсін деп. Мен өзге адамдардың ерік жігерін, таңдау құқығын басқаруға тырысқанымды мойындаймын. Дәл осы сәттен бастап мәңгілікке өзге адамдардың ерік жігерін, өмірін өздеріне беремін. Менің өз өмірім бар. Мен өзгеге де, өзіме де өмір сүруге рұқсат етемін. Немен кетіп бара жатсыз, Айзада ханым? Астанаға? Дәл осы талдаудан. Сен идеал емессің, кішкене жерге түс деген сияқты. Өйткені менде байқаймын да, өзімде кішкене тәкаппарлық бар. Өйткені осыншама қиыншылықтан өтіп, осыншама жағдайға жетіп деген сияқты. И оның бәрін істедім, енді мүмкін... Мен медалім қайда? Алтын медаль қайда? Мен соғыстан қайттым. Қаншама қиындықтан өттім. Мүмкін сондай да бар шығар, мүмкін. Өйткені қаншама маған таныс. Қаншама қиыншылықтан өттім. Мысалы, біреумен даже танысатын болсаң да, мен талапшылмын да уже. Мен даже біреумен танысқан күннің өзінде де мен оны кішкене не екенін көріп тұрам ба, мен ары қарай сөйлесе алмаймын, немесе ары қарай кете алмаймын деген сияқты. Мен мүмкін кейбіреулер айтады, сен талапшылсың, талап қоясың, или сенің талпынысың жоғары деген сияқты айтады да. Енді я же прошла деген сияқты. Талпыныстың, талғамның жоғарылығы емес, ол бар болғаны өмірді өзгелердің назарын қайғыру арқылы алу. Жаңағыда ғой, мен қайғы жарыс деп айтамын, мен анадай қиындықтан өттім, мынадай қиындықтан өттім, енді маған медаль беріңдер. Соғысқа барып келді. Енді әрине ол кісілердікі мүлде басқа жағдай. Десе де соғысқа барып келіп, кеудесін медальға толтырған адамдар сияқты мен де соғысып жүрмін. Мен өліммен соғысып жүрмін, Құдаймен соғысып жүрмін, өте көп адамдармен соғысып жүрмін. Маған медаль тағыңдар деген сияқты. Может быть, сондай да бар шығар, призвание может жетпейді. Жетпейді дегенде енді мүмкін сондай ситуация шығар. Айзада ханым, бұны біз дебат қылып ары қарай талдап отыра беруге болады негізі. Қаласаңыз, ертең видеосы шығады, осы тұсқа назар аударып көрсеңіз болады. Сіздің сонау Астанадан келгеніңізге рахмет. Медаль тағатындай жағдай. Алғысым шексіз. Қалжың ғой әрине. Алғысым шексіз сол жақтан келіп отырғаныңызға. Мен ойлаймын, екеуіңізде көздеріңізді өзгелерден алып, өздеріңізге қайтарасыздар деп ойлаймын. Яғни, өзгенің көзі арқылы өзіңізге қарау емес. Өзіңізге өмір сүруге рұқсат беру. Және медаль алғыларыңыз келсе, шын мәнісінде, шынымен айтып тұрмын, ресурсты спортқа жұмсауға болады. Қандай да бір жарыстарға жұмсауға болады. Бар ондай салалар айналысуға болады. Тирге барасыз ба, жаңағыдай бір жүгіретін, секіретін неше түрлі нәрсеге барасыз ба. Ол жақтың бір қандай да бір марафондарына, қандай да бір олимпиадаларына қатысу арқылы шынымен жеңіске жетуге болады. Бұл ресурсты өмірде қайғыға құймаңыз. Сіз солай қайғыру арқылы мен қиналдым, енді мен мақтаңдаршы деген нәрсені айтатын болсаңыздар, өмірде қайғы өте көп болады. Сондықтан оны алып, басқа жаққа, спортқа немесе басқа салаға бұруға болады. Бүгін келгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Айзада ханым, сізге тапсырма айтқым келіп отыр. Және осы тапсырманы орындаған соң екеумізден де видео күтеміз, көрермендер күтеді асыға.
қызыңызбен өзіңізді кінәлі сезінбей, мен сені жақсы көремін, мен сенің қасыңдамын, мен қазір жұмыс істеуге барамын, сен бөтен адамның қолында емессің, бұл сенің туыстарың деп сөйлесіп көріңіз. Бұл ең маңыздысы. Сізге де әкеңізбен сөйлесу қажет болады. Сезімдеріңізді ашып айту, жақсы көретініңізді ашып айту, ешқандай талапсыз, ешқандай идеал болмай, қателіктеріңізбен бөлісіңіздер. Менің қызыммен арамды жақындатқан нәрсе өзімнің қателіктерімді, дұрыс істемеген жерлерімді бөлісуден басталды. Яғни мен идеал емеспін, және оған да қателесуге болады, маған да қателесуге болады деген ережені ақырындап енгізген болатынмын. Яғни өздеріңізді идеал қылмай сөйлесу. Одан кейін әрине қаласаңыз жаңағыдай бүкіл бойыңыздағы жарысу, жаңағы қиындық арқылы медаль алу, негізі бұл өте жақсы ресурс. Бұны бизнесмендер өте мықты қолданады. Бір сумма, келесі сумма деп бір масштабқа шығу арқылы сіз де ісіңізге жұмсасаңыз болады, кәсібіңізге, немесе жаңағыдай спортқа, қандай да бір үйірмеге барып, арнайы осы қиындықты жеңу деген нәрсені қолдансаңыз болады. Соны қолданыңыз. Одан кейін әрине өзімізге махаббат беруді бастаймыз. Ол міндетті түрде қымбат киімдер, қымбат заттар, бренд, аспаннан алтын жауы емес. Ол кішкентай нәрселерден бастап өзің үшін істеу. Өзіңе шай дайындап ішу, өзіңе печенье пісіру, өзіңе әдемі тамақ дайындау, таза ауада жүріп келу, өзіңмен оңаша көбірек уақыт өткізу, өзің үшін ғана сәндену, үйде әдемі таза киімді кию деген сияқты осындай майда-майда қадамдардан басталады. Келгендеріңізге, осындай маңызды тақырыпты қозғауға ықпал еткендеріңізге алғысым шексіз. Көп рахмет. Өте көп жан экранның ар жағында сіздерге алғыс айтады деп ойлаймын. Құрметті көрермен, екі ханымға тілектеріңізді, пікірлеріңізді жазыңыздар, күтеміз. Және міндетті түрде лайк басып, өзіңіз жақсы көретін, махаббатыңызды білдіргіңіз келетін жандарға бөлісіп қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше құшақтадым. Бізде құшақтасайық, құрметті ханымдар. Көп рахмет сіздерге.